Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, керемет болып шығатын салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қызылшамызды қайнатып пісіріп аламыз. Одан кейін алмаларымызды тазалап, қажет емес жерлерін барлығын алып тастап, барлығын көбіктап турап алатын боламын. Бір банка кукурузымызды да дайындап аламын. Достар, өте оңай және тез дайын болатын салаттардың бірі, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Және де әлеуметтік желіде достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Барлығын көбіктап турап алдым. Енді кукурузымызды қосып, кішкене жер жаңғақта қосып жібереміз дәмін шығару үшін. Бұл жерде менің қосқаным түспей қалыпты. Майонезін қосып, жақсылап араластырып аламын. Витаминге толы салаттардың бірі. Жасап көрсеңіздер болады. Жаңа жылға жеңіл салат. Осымен салатымыз дайын. Көпте уақытыңызды алмайды. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Салатымызды салып алдық. Гранаттарды әдемілік үшін үстіне шашып қойдым. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған сандуғаш. Сау болыңыздар.